Assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, мен сіздерге бұл видеода барант арабша, орысша сөздігін қалай қолдануды көрсетемін. Негізінде барант сөздігінің арабша, қазақша сөздігі шыққан болатын, ол тек қана кітап күйінде ғана, электронды нұсқасы жоқ. Сондықтан біз баранттың арабша, орысша нұсқасын қолдануға мәжбүрміз. Ол үшін біз Play Marketке кіріп, Play Markеттен осы мынау барант деп жазамыз іздеу жүйесіне. Осы жерден шығарып береді бізде барант сөздігінің түрлі нұсқаларын. Және мен өзіме ұнаған осы арабус деген нұсқасы. Және мен сіздерге осы арабус нұсқасын, жалпы барант сөздігін қалай қолдануды көрсетемін. Міне алдарыңызда тұрғандай, біз сол жаңағы мобильді қосымшаны жүктеп алғаннан кейінгі бізде экранымызға осылай шығады, арабус деп. Оған кіреміз. Енді барант сөздігін қолдану ережесін түсіндіріп өтейін. Сіз етістік іздеген кезіңізде тек қана етістіктің өткен шағының үшінші жағындағы жекеше түрін ғана іздей аласыз. Яғни фиал мади, ғойб, және музаккар, муфрат сиғасында ғана іздей аласыздар. Яғни сіздерге өткен шақта ғана таба аласыздар, және тек қана етістіктің мастарын жазу ғана арқылы таба аласыздар. Мысалы айтатын болсақ, біз осы жақ немесе келер жақты жазып берейік. Мысалы катаба етістігінің осы жағы немесе келер жағы яктубу фиал мудори яктубу деп жазсақ, бізге тауып бермейді. Себебі сөздіктің функциясы бойынша біз мадиді жазуымыз керек, яғни өткен шақта жазуымыз керек. Немесе яктубна дейтін болсақ, әйел тегінде жазатын болсақ, онда бізге тауып бермейді. Сондықтан біз не істейміз? Өткен шақтың үшінші жағының жекеше түрінде жазамыз. Катаба. Бізге міне катаба деп шығарып берді. Енді бұл нені білдіреді? Катаба деген өткен шақ мадиді білдіреді. Мынау у деген бұл осы шақ, яғни фиал мудорихтың, мынау сүләси муджаррад қой, үштік негізгі сөз, үштік негізгі етістік. Соның мынау та деген әріптің, ортаңғы әріптің харакетін білдіреді. У деген сөз, яғни бұл катаба яктубу болады. Яктубу болады, яғни мудорихтағы ортаңғы әріптің харакетін білдіреді. Және де китабатун деген осы катаба етістігінің мастары, біздің қазақ тіліндегі тұйығы, яғни катаба деген жазды, яктубу жазып жатыр, немесе жазады, китабатун деген жазу дегенді білдіреді. Яғни тағы бір қайталап өтейін, біз етістікті тек қана өткен шақтың үшінші жағының жекеше түрімен ғана іздеп табамыз, немесе мастарды табамыз. Мысалы, үшінші жақтың жекеше түрі бірақ музаккар емес, муаннас, әйел тегінде дейтін болсақ, катабат. Бізге сөздік оны тауып бермейді, себебі функциясы олай емес. Енді мысалы айтатын болсақ, есім іздейтін болсақ, есім сөздер келетін болсақ, есім сөздер іздегенде есім сөздерде бізге, яғни муфрат жекеше түрінде, ер тегінде тауып береді. Кейде ғана кейбір сөздерде ғана жекеше түрінің әйел түрінде ғана тауып береді. Яғни әйел жынысында, немесе көпше түрінде. Мысалы айтатын болсақ, китабун сөзі. Китабун сөзін жазатын болсақ, бізге тауып берді книга китабун, оның көпше түрі кутубун. Мысалы айтатын болсақ, муслим сөзі. Муслим сөзі. Бізге оны жазатын болсақ, бізге тауып береді. Принявший ислам, ислам дінін қабылдаған адам. Бұл бізде сау әріптерден туған екен, бұл бізде жамъ музаккар салим бола алады. Оны жамъ музаккар салим қалай болады бізде? Муслимун болады. Егер біз солай көпше түрін іздейтін болсақ, онда бізге тауып бермейді. Себебі бұл жекеше түрінде ғана тауып береді. Яғни есімдердің жекеше түрінде, яғни жамъ музаккар салимдердің жекеше түрін ғана жазамыз, сөйтіп қана таба аламыз. Енді мысалы кейбір сөздердің әйел жынысын жазсақ, бізге тауып береді. Мысалы ол хадиматун, яғни қызметші әйел. Хадимун деген қызметші, хадиматун деген қызметші әйел. Мына жерде көпше түрін деген, множественное число деген, мн деген. Сосын алиф, сосын та, тануинге тұр. Та. Бұл деген сөз, яғни хадиматун дегенді білдіреді. Яғни
ходиматун сөзінің көпше түрі ходиматун. Жалпы түсінікті деп ойлаймын. Біз сөздер, есім сөздердің жекеше түрін табамыз. Егер ол жамық таксир болатын болса, сынық көпше түрі болатын болса, ол кезде оны жаңағыдай көпше түрін жазсақ, бізге шығарып береді. Жаңа айттық қой, мысалы, китабун сөзінің көпше түрі кутубун болады. Кутубун. Оның астында тұр, ең астында тұр. Китабун көпше түрі кутубун деп тұр. Демек, қысқаша айтатын болсақ, біз кітаптардан арабша кез келген сөзді оқыған кезімізде біз сарф ілімін немесе наху ілімін меңгерген болуымыз керек. Және де біз кез келген етістіктің мастарын немесе өткен шағын таба алатын болуымыз керек. Баран сөздің қолдану үшін. Немесе кез келген есімнің жекеше түрін және ертегін, яғни егер ол жамық сәлим болатын болса, яғни сахих әріптерден құралған болса, онда біз оның ертегінің жекеше түрін ғана табуымыз керек болады. Егер жамық тәксир сынық көпше түрі болатын болса, онда оның көпше түрін жасақ шығарып береді. Бұл айтылғандардың барлығы бұл біз арабша сөздің мағынасын іздеген кезімізде. Ал енді бір сөздің арабша аудармасын білу үшін біз орыс тілін білуіміз керек. Және де орыс тілін іздеген кезімізде біз тек қана НФГ дейді ғой, неопределенная форма глагол деген сияқты. Яғни біздегі тұйық етістіктерді біз сол арқылы іздейміз. Мысалы, ұру деген сөз орысша бит болады. Бит. Ол бізде міне сол ұру етістігінің көптеген арабша аудармалар шығарып берді. Ең көп қолданатын біздегі астындағы дороба сөзі. Дороба, ялдрибу, дорбун болады. Мысалы, бір басқа етістік алатын болсақ, біз мысалы сөйлеу етістігін алатын болсақ, говорит болады, говорит десек, бізге тауып береді. Өйткені ол бізде тұйық етістік мастар алып кезде. Түрі неден шығарып берді бізге. Мысалы, тахаддаса көп қолданатын, немесе хотаба деген көп қолданады бізде, немесе басқа түрлер деген сияқты. Ал егер біз өткен шақпан дейтін болсақ, говорил дейтін болсақ, ол кезде баран сөзігі бізге тауып бермейді. Тек қана басқа мағынадағы нелер тауып береді. Яғни сол сөзді бізге тікелей аудармасын тауып бермейді. Демек, біз НФГ деп айттық қой, неопределенная форма глагола. Сол түрінде, тұйық етістік түрінде ғана іздейміз. Ал егер есім сөздерді іздейтін болсақ, ол кезде біз қалаған сөзімізді тек қана жекеше түрін жазамыз. Мысалы, кітаптар деген сөз книга болады. Книга десек, бізге книга сөзінің көптеген аудармаларын айтып берді. Ең танымал бізде бұл китабун, жаңағы кутубун болады. Ал енді біз харфтер іздейтін болсақ, бізде араб тіліндегі фиаль, есім және харф үшке бөлінеді ғой. Біз фиальді қалай табуды білдік, есім сөздерді қалай табуды үйрендік. Енді біздегі харф, мысалы айтатын болсақ, мен деген харф бар, бізде қазақ тіліндегі дан-ден, тан-тен деген білдіреді. Ең көп мағынасы. Сол жазатын болсақ, бізге мен шығарып берді. Мен, из деген, от неше түрлі мағынасын шығарып береді. Яғни харфтерді біз қалай тұрады, солай іздей берсек болады. Мысалы, мен немесе би деген харф мысалы. Іздеп таба береміз сөйтіп. Би деп жаздық, осыны басамыз. Сөз біз астына міне шығарып берді. Би деген, в деген, на деген біз араб тілін, орыс тіліндегі мағынасы. Бізде қазақ тіліндегі мен, бен, пен дегенді білдіреді. Бұл көпше түрінде осыны білдіреді. Кейде басқа мағынада ауысады. Осымен баран сөзін қалай қолдану керектігі түсінікті болды деп ойлаймын. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болып жатса, осы видеоның астына пікірге жазсаңыздар болады. Және бұл видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Және де бұл видеоны араб тілін енді үйреніп жатқан достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.